Biz бүгін моданың бір нұсқасын таңдайтын боламыз. Бірінші есебіміз массасы 750 кг автомобильдің үйкеліс күші 2 кН-ға тең, ал үдеуі 2 метр/секундқа тең, 2 метр/секунд/квадратқа тең. Горизонталь әсер ететін үйкеліс күшін анықтаңдар. Балалар, мына жерде есептің шартында отпечатка кеткен, мына жерде үйкеліс күші емес, тарту күші берілген болатын. Сондықтан есептің шартын жазып алайық. Бірінші берілгенінде массасы 750 кг деп тұр. Яғни масса тең 750 кг. Енді тарту күшіміз F тарту тең 2 кН. 2 кН-ді халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырған кезде 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі деп жазсақ та болады, немесе есептің шартында 2000 деп те жазсақ болады. Есебімізді шығару үшін, тиімді болу үшін. Енді үдеуіміз А тең 2 метр/секунд/квадрат. Бізге табу керек F үйкелісті. Енді Ньютонның екінші заңы бойынша денеге әсер ететін қорытқы күш масса мен үдеудің көбейтілмесіне тең деген заңдылық бар, иә? F қорытқы тең m көбейтілген a. Бұл Ньютонның екінші заңы, иә? Енді осы жерде суретте көріп тұрғанымыздай, егер де біз осы суретке OX өсін сызатын болса, қараңыздар балалар, F тартуларың оң таңбада болады да, F үйкелістеріңіз теріс таңбада болады, иә? Соны ескере отырып, қорытқы күшті жазамыз. Сонда бізде теңдеу қалай болады? F тарту азайтылған F үйкеліс тең m көбейтілген a. Енді осы жерден F үйкелісті табу үшін F үйкеліс минус таңба болғаннан кейін оны теңдіктің оң жағына шығарамыз. m-ны керісінше сол жағына шығарамыз. Сонда бізде теңдік былай жазылады, балалар. F үйкеліс тең F тарту азайтылған ma. Енді барлығын өз орындарына қоямыз. Теңдіктің бәрін өз орындарына қоямыз. F үйкеліс тең F тартуымыз 2000 ньютон, е? Одан азайтамыз. M-ымыз 750, массамыз 750 көбейтілген 2-ге тең. Енді 750 мен 2-ні көбейтеміз. Сонда 1500 болады. 2000-нан азайтамыз 1500-ді. 1500-ді азайтамыз. Сонда бізде 500 ньютон деген жауап шығады, балалар. Енді есептің шартында ол килоньютонмен белгіленген, е? Килоньютонға айналдыру үшін 500-ді 1000-ға бөлеміз. Ол сол кезде бізде 0,5 килоньютон деген жауап шығады. Енді есебімізге қайтадан ораламыз. Оралған кезде қарасақ, есебімізде осындай жауап бар ма екен? Міне 0,5 килоньютон деген жауап тұр. Келесі сұраққа көшейік. 17-ші сұрақ. Денелердің беттері арасында кедір бұдырулардың болуы осы күштің пайда болуының негізгі себебі деген сұрақ келсе, ол сұраққа үйкеліс күші деген жауапты белгілейсіздер. Өйткені серпімділік күшінде бұл жерде міндетті түрде пружина, деформация деген ұғымдарды пайдалану керек. Дененің салмағы деген өзі P деген әріппен белгіленіп, дененің салмағына қатысты инерция күші, ол инерция күші жалпы жаңа қозғалысқа байланысты екенін білеміз. Сондықтан да осы жауаптардың ішінде үйкеліс күші деген жауап сұрақтың жауабы болып танылады. Келесі 18-ші сұрақ. 18-ші сұрақта автокөліктің қозғалысы келесі теңдеумен берілген.
S тең 20 плюс 5t плюс 2t квадрат. Автокөліктің үдеуін және бастапқы жылдамдығын анықтаңыз дейді. Бұл есепті шығару өте оңай. Сондықтан біріншіден берілгенін жазуды бастайық. Берілгені S тең 20 плюс 5t плюс 2t квадрат. Осы жерден бізге бастапқы жылдамдықты табуымыз керек. Одан кейін үдеуді табуымыз керек. Енді бұл есепті шығармастан бұрын орын ауыстырудың теңдеуін жазып аламыз. Ол S тең S0 плюс в нолевой t плюс at квадрат бөлінген 2 деген теңдеу бар. Осы теңдеуді жаққа білулерің керек. Енді осы теңдеуді мына теңдеуді салыстырамыз. S0-дің орнында бізде не тұр? 20 тұр, я? Яғни бастапқы орын ауыстыруымыз 20 метрге тең. Енді в нолевойдың орнында, бастапқы жылдамдықтың орнында 5 тұр. Яғни бастапқы жылдамдығымыз, в нолевойымыз 5 метр секундқа тең, я? Енді үдеудің орнында не тұр деп ойлайсыңдар балалар? Мына жерде t квадрат болатын болса, мында t квадрат болатын болса, бізде a бөлінген 2 тұр. a бөлінген 2 тең, мына теңдікте оның орнында 2 тұр, я? 2. a-ны табу үшін, үдеуді табу үшін 2-ні 2-де көбейтеміз. Сонда 4 болады. 4 метр секунд квадрат. Қараймыз балалар. Бастапқы жылдамдығымыз 5 метр секундқа тең болды, үдеуіміз 4 метр секундқа тең болды, яғни осында жауап бар ма бізде? Міне тұр 4 метр секунд квадрат, 5 метр секунд квадрат. Метр секунд.